Сәлем қыздар, каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Дана Мырзакулова. Бүгін сіздермен турецкий пиде жасайтын боламыз. Ол үшін бізге қажетті өнімдер дрож, сүт міндетті түрде жылы болуы қажет. Және де ең соңында қамырды жұмсарту мақсатында оливковое масло қосам, тұз, шекер, сонымен қатар он міндетті түрде ситадан өткізілген болуы қажет. Енді видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Ұнап жатса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сүт комнаталық температура болуы қажет. Оған тұз және де шекерді қосамыз. Шекерден бір ас қасық жеткілікті. Одан кейін дрож қосамыз. Және осыларды бір араластырып жібереміз. Жұмыртқа онда еш нәрсе қоспаймыз. Бір араластырып, енді ұнды қосамыз. Ұнды қосқан кезде нақты граммы жоқ, ол сіздерге байланысты. Міне қараңыздар, қамыр осындай көп кішкентай болады. Мен үйдегі тек қана 3 адамға жасайын деп жатырмын. Егер көп адамға жасайтын болсаңыздар, дәл осы тестаны 2-3 есе етіп жасаусаңыздар болады. Міне ұнды барлығын қазір қосып, одан кейін жұмсақ қамыр етіп илейтін боламын. Ең соңында міндетті түрде оливковое масло қосамыз. Жақсылап қамырды. Кішкентай ғана қамыр бол, себебі мен 3 адамға жасап жатырмын. Сондықтан осылай азғантай етіп жасаймын. Қыздар, енді пиденің начинкасын жасайтын боламыз. Начинкасына бізге фарш қажет, сыр эмир қажет, томат пастасы және де болгар бұрышының жартысы қажет, пияздың жартысы, сонымен қатар тұз қажет. Фаршты міне микровкадан өткізіп алдық. Енді пияз бен болгар бұрышын майда етіп турайтын боламыз. Кубик етіп болгарский бұрыштарды қызылын, жасылын, сарысын турасаңыздар болады, өздеріңіздің қалауларыңыз. Қазір майды қосып қойдық. Енді осылардың барлығын фаршпен бірге қуыратын боламыз. Сыр эмир 100 граммдай алып, теркадан өткіземіз. 100 грамм алдым сыр эмирден. Үлкенінен теркадан өткізіп жатырмын. Қызып тұрған майға міне фаршымызды салдық. Қазір осыны кішкене қуырып аламыз, 5 минуттай. Құры осылай қалдырмай, бірден пияз бен болгар бұрыштарын бірден салатын боламыз. Енді бір ас қасық томат пастасын да саламын. Және тұз дәмі сіздерге байланысты. Все. Енді осыны 3-4 минуттай қуырып аламын. Начинкамыз дайын. Қамырымызды алып, енді жайып шығамыз қазір. Тек біреу ғана болатын болса үлкен болып қалады, сондықтан мен 2-ге бөлем қамырды. Енді қамырды томалақ етіп жайып шығамын. Томалақ етіп жайып шығамын. Қамырды жайып шықтым. Енді шеткі жақтарына, екі шетіне сырды төсеп шығатын боламын. Мына жақтарына да төсеп шығам. Одан кейін былай орайым. Қараңыздар. Сыр ішінде қалады. Және осыны былайынан басып орайтын боламын. Екінші жағында алып, осылай қосып шығып жатырмын. Қараңыздар. Екінші жағында алып. Үлкен хачапури болды. Мына шетіне де қазір сыр төсеп жауып шығамын. Начинкамызды алып, ортасына салып шығатын боламын. Ортасына полный толықтырып шығамын. Барлық начинканы толықтырып, духовканы алдын ала қосып қойдым. Қазір мен екінші қамырды тура осылай жасайтын боламын. Духовка 180 градусқа примерно бір 25-20 минутқа кететін болады. Не себепті? Себебі біз фаршты уже пісіріп алдық, сондықтан фарш піспей қалады деген сияқты қорқыныш болмай қойса болады. Міне, алып, ең соңында кішкене сырды бетіне қазір сеуіп жүремін. Сырды беткі жағына сеуіп шықтым. Енді бір жұмыртқаның құр өзін алып, мына шеткі жақтарына жағып шығамын. Енді духовкаға салуға дайын. 180 градусқа 20-25 минутқа кетеді. Пидеміз духовкада шықты. Бізден жаңа кішкентай тестаның өзінен екеуі шықты. Біреуі міне үлкендеу болып шықты. Екіншісі міне осындай
кішкентай болып шықты. Негізі кішкентай етіп жасасаңыздар видео де әдемі көрінеді. Тек осылай ғана қоймай, қасына подача ретінде, яғни кетчуп сияқты нәрселерді берсеңіздер болады. Міне, кесем бірден. Міне, осының өзі 3 адамға деп. Шеткі жақтарында байқасаңыздар, міне сырды қосқан, и тестаны қараңыздар, жұмсақ болып шыққан. Дәл осы рецептпен көбейтіп те жасасаңыздар болады. 200 грамм сүт болса, 400 грамм қылып, мысалы су болатын болса, соны да тура 2 еселеп жасайсыздар. Былайынан қойып, қонақтарға береміз. Жасап көріңіздер, ұнап жатса, лайк, комментарий қоюды ұмытпаймыз.